Қайырлы кеш, құрметті достарым менің. Біз қазір енді трещинка печеньесін жасаймыз. Трещинка печенье үшін бізге керек болады 160 грамм ұн, 10 грамм разрыхитель, ішінде бірге жүр 110 грамм жұмыртқа, 110 грамм болу керек, жұмыртқаны міндетті түрде өлшеп аласыздар. 50 грамм какао, ұнтағы бұны да ситадан өткізіп, електен өткізіп аласыздар. Және 60 грамм үй температурасы тұрған сары май немесе маргарин, және 200 грамм сахарный пудрамыз. Сухой ингредиенттерімізді ыдысымызға салып аламыз. Ұнымыз, разрыхительмен, сахарный пудрамыз және какаомыз. Осы сухой ингредиенттерімізді әбден араластырып аламыз. Және бұның үстіне жаңағы 110 грамм жұмыртқамыз саламыз. Және сондай-ақ 60 грамм сары майымыз саламыз. Үй температурасында тұрған болу керек сары май. Енді осыдан жақсылап тұрып араластырып қамыр илейміз. Мынандай жабысқақ, өте былжыраған қамыр шығады. Енді осы қамырымызды 1,5 сағаттай уақытқа мұздатқышқа қойып аламыз. Әбден ана қамырдың бәрі жабысып қатқанға дейін мұздатқышта ұстаймыз. Біздің тестіміз дайын болды. Оны осындай меріне ложкамен осылай өлшеп аламыз. Егер де тестілеріңіз қолдарыңызға жабысқақ болып дұрыс жасалмай жататын болса, онда морозилкаға қайтадан салып алыңыздар. Сол кезде қатайған кезде жақсы салынатын болады. Міне біз протеинді бәрін жасап болдым. Осы арасына алшақ-алшақ қылып қоясыздар. Қазір себебі бұл жайылады, көтеріледі. Осы саған печеньемізді 180 градуста 10-12 минутта пісіріп аламыз. Менде 10 минуттың шамасында пісіп қалады. Міне біз 10 минут өтті. Трещинка печеньелеріміз пісіп шықты. Міне осылай печеньеміз дайын болды.